Қабырға латыншасы косты 12 жұп қабырға болады. Оң жақтан сол жақтан 12-ден 24 қабырға. Қабырғалар шын қабырғалар, алғашқы жетеуі, жалған қабырғалар 8, 9, 10 қабырғалар, сосын 11, 12 қабырғалар қозғалмалы қабырғалар деп ажыратылады. Шын қабырға деп аталу себебі, шын қабырғалар келіп, өздерінің шеміршектері арқылы төс сегіне келіп бекінеді. Ал жалған қабырғалар болса, 3 қабырға бір шеміршекке бекініп келіп, 7-ші қабырғаның шеміршегі арқылы төске бекінеді. Ал қозғалмалы қабырғалар төспен бекінбей, іш бұлшықеттердің арасында бос орналасады. Қабырғалардың екі бөлігін ажыратамыз. Ол шеміршекті бөлігін және сүйекті бөлігін ажыратамыз. Әрбір қабырғаның құрылысына келетін болсақ, сүйекті бөлігінің, яғни бұның омыртқалық ұшын ажыратамыз, сосын төстік ұшын ажыратамыз. Омыртқалық ұшында басын, капут кості, мойнын, қолын кості және денесін корпус костен ажыратамыз. Әрбір қабырғаның жоғарғы жиегі болады, төменгі жиегі болады. Төменгі жиегінің практикалық маңызы бар болып келеді. Себебі төменгі жиегінде жүлгесі болады, сол кості. Осы жүлгеден қабырға асты жүйкелер менен қан тамырлары өтеді. Келесі, бұның алдыңғы беті болады және артқы бетін ажыратамыз. Бірінші қабырғаның ерекшелігі, бұның жоғарғы және төменгі беттері және алдыңғы және артқы жиектерін ажыратамыз. Салыстырмалы түрде басқа қабырғаларға қарағанда көлемі кіші болып келеді.